Сәлем достар, баршаңызға қайырлы күн. Каналға қош келдіңіздер. Кабачкидан осындай дастарханның сәнін келтіретін ролл дайындадым. Видеоны соңына дейін көріңіздер. Мен 2 кабачкадан дайындадым. Кабачкемізді алдын ала жуып, жақсылап тазартып аламыз. Сосын осындай жұқалықта кесіп шықтым. Міне осылай кабачкемізді кесіп дайындап алдық. Енді қызып тұрған отта жұмыртқаға, панировочный сухариға аунатып, екі жағын золотистый болғанша қызартып қуырып аламыз. Мен майды көп құймадым. Сәл осындай көлемде құйсаңыздар болады. Немесе духовкада пісіріп алсаңыздар болады. Өзіңіздің қалауыңызға қарай. Міне осылай кабачкиларымызды қуырып шықтық. Міне золотистый болып әдемі болып шықты. Енді арасына майонезге 2 тілім сарымсақ қосып, үстіне салат жапырағын, арасынан туралған қызанақ қосып, осылай әдемі қылып орап шығамыз. Міне кабачкиміздің ролл дайын болды. Сіздер де жасап көріңіздер. Каналға тіркеліп лайк басайық, пікір қалдырайық достар. Сіздермен болған Гүлдариға.